Қайдағы қой? Ұятымыз қой дегендерің не сендерің? Құда бар, жекжат бар, ел жұрт бар дегендей. Кеше қарамалды не істедіңдер? Сол қарамалды дайындаңдар. Тез етіңдер, тез. Неге жылайсыз? Бала шағаңның қызығын көре алмай кететін болдың ау. Жан анашым, өтінем жыламаңызшы. Өмірді берген Алла, және оған қайтатынымыз анық. Қалай жыламайын? Өзімнен бұрын перзентім дүниеден озса. Жылама дедім ғой, неге жылайсың? Жалғыз емессің. Балаларға қара, мықты болшы. Сен өмірден өткен соң, басқалардың көмегіне мұқтаж болып қалатынымды ойласам, жалған дүние-ай, расымен алдамшысың. Әркім өзін ойлап жылайды екен ау. Менің ақыреттік жағдайымды ойлап жатқан жан бар ма? Артымнан дұға жасайтын перзентім болар ма? Ассалаумағалейкум, әкетай. Кешірші мені. Сен дүниеден өткелі бері саған енді келіп отырмын. Кешірші. Менің бұл дүниеге келуіме себепші болған сен едің. Жұмыстан шаршап келсең де, мені еркелетіп мәпелеуші едің. Анамның қолы босамай қалса, менің нәжістерімді жуушы едің. Ал мен болсам, мен сенің 20 жыл бойы жайыңды бір ретте сұрап келмедім. Сен үшін Аллаға дұға жасамадым. Кешірші, әке. Артымнан дұға жасайтын перзентім болар ма?
Я Раббым, кешірші мені, менің әкемді кешірші. Және осында жатқан барша сұраусыз әкелерді кешірші. Біз сенің кешіріміңе мұқтажбыз. Әумин.